Бір кішкентай ауылда, көгілдір аспан астында, мейірімді бірақ қорқақ кішкентай мысық өмір сүріпті. Ол күннің жылуын, гүлдердің иісін жақсы көретін. Әрбір көбелек оған жаңа достай көрінетін. Күннің сәулесі оның жұмсақ жүніне түсіп, айналаны жылулыққа толтырды. Бірақ кенет аспан тұманданып, салқын жел соғып бастады. Кішкентай мысық жаңбырдың алғашқы тамшыларынан тығылды, сәл қорықты. Мысық жапырақ астынан басын шығарып, тамшылардың суға қалай түскенін бақылауда. Жаңбыр қатты жауа бастады. Терезеден сырғып түскен мыңдаған тамшылар жылтырап тұр. Дыбыс қаттырақ шықты. Кішкентай мысық үйдің ішін аралап жүгірді. Үстелдің астына, орындықтың артына тығылды. Кішкентай мысық жаңбыр бәсеңдеді. Енді тек тамшылардың дыбысы ғана естіледі. Кішкентай мысық орындықтың астынан шығыпты. Көкте кемпір қосақ пайда болды. Кішкентай мысық көзін алмай қарауда. Кішкентай мысық есікке жақындады. Ол қорқып тұр, бірақ қызығушылығы одан да үлкен. Жаңбыр басылды. Аспанда күннің жылы сәулесі жарқ етіп, мысық ақырын ғана алға қадам басты. Оның кішкентай табаны суға тиді. Кішкентай мысық өз бейнесін суда көрді. Енді ол қорықпайды. Ол кенет кішкентай құсты көрді. Құстың үні әуен секілді естілді. Мысық таңырқап, жымиып тұр. Құстың үні аспанды жылытып жіберді. Кішкентай мысық алғаш рет жаңбырдың керемет екенін түсінді. Мысық пен кішкентай құс енді бұрын мысық жаңбырдан қорқатын. Бірақ қазір ол түсінді. Кейде қорқынышты көрінетін нәрселер шын мәнінде әдемі өзгерістердің бастауы ғана. Кішкентай мысық енді біледі. Кейде қорқыныштың артында сұлулық пен қуаныш жасырынып тұрады. Міне балалар, біздің ертегіміз осылай аяқталды.